мынау мен текке отырмай, мынау қыс болса кеп қалды. Мына немерелеріме қысқа дайындап, шұлық қолғап тоғуға мәжі беріп отырем. Жарайды кәне, құя ғой, қазір мен қолымды сүртіп жүрейін кәнеки. Немерелерім жылы жүрсін. Ал, ай, бісміллә деп дәмін татайық кәне. Ақтың орны бөлек қой. Ой Алла, бақытты болайын алайын. Әже, қымыз қалай екен? Ой, қымызың өте керемет екені. Әбден күбіге пісіп, бабын келтіріпсің жаным. Қолың дерт көрмесін. Ас болсын. Әже, сәсімді өріп бермісі? Ой жаным, құлыншағым, келе ғой, өріп берейін шашыңды. Қайда барып келдің? Даладан науға барып келдім. Ой жаным менің ақылдым, бұл анасының қолғанаты ғой. Қазір шашыңды өріп болайын сөз. Анаңа көмектесуге барасың ба? Иә. Анаңа көмектес. Бісміллә деп мына шашбауыңды тағып, сылдырларды мен баяным сұлу да сүйкімді болып жүрсін. Шашыңды өрді, мінеки дайын. Анда анаңа қолғанат болып, көмекші болып бара ғой. Кәнек. Рахмет, әже. Жаным, Баян қызым, біздің нанымыз көтеріліпті. Екеуміз барып, әжеге ыстық бауырсақ пісіріп дайындап алып келейік, иә? Жүре ғой. Әже, біз сізге Баян екеуміз ыстық бауырсақ дайындап әкелдік. Дәмі татып көріңіз. Ой, рахмет, құлыншақтарым. Ой, қалай әдемі піскен. Кәне, отыра қойыңдар кәне. Бәріміз мынау қымызбен бірге бауырсақты жеп алайық кәнеки. Бісміллә. Баян, жей ғой, құлыншағым, еңбектерің бар кәне. Өзің де дәмін тат құлыншағым кәнеки. Ал, бісміллә рахман-рахим. Ой, қалай әдемі көтерілген. Байқа қолың күйіп қалмасын. Ыстық екен. Немерем жылап жатырған дауысы шығып жатыр ғой. Барып тамақтандырып берсейші. Иә, дауысы шығып жатқан сияқты. Мен барып тамақтандырып берейін. Бара ғой. Баян, мынау анаң екеуің жасаған бауырсақтарың өте дәмді болды. Екеуміз бауырсаққа тойдық. Мынау дастарханды кішкене жинастырып жіберейік, иә? Анаң ажапта болса да баланы тамақтандырып жатыр кәнеки. Келе ғой жаным. Өте дәмді болды. Әже, мен сізге өлең айтқым келді. Жаным, айта ғой құлыншағым менің.